Мұстафа Өзтүріктің анасы Рәзия Өзтүріктің естелігінен. Мұстафа қарғам 14-інде Қытайға барып оқимын деді. Оған үзілді-кесілді қарсы болдық. Десе де өзінің табандылығымен оқимын деген оқуын оқыды. Әкесі 63 жасында өмірден өтті. Жастарын жасап асарын асады десек те, жалғыз өкініш қалып қойды. Ол оның қызығын көре алмай кетті. Әкесі Мұстафаның құлағына еліңе, жұртыңа қызмет қыл, білім ал деп құйып отыратын. Әке тәрбиесін алған ұлым отаншыл, халықшыл болып өсті. Ер көңілдет, соның бәрі әкесінің ақылы. Бірде, баламай, жер жүзін араладың, бірақ анаңа Американы көрсетпедің ғой деп қалжыңдағанымда, Мұстафа, апа, Американы қайтеміз, одан да мен сізді Меккеге, қажыға апарайын да дегенді. Бірде ұйықтап жатсам, түннің бір уағында телефон шырылдайды. Көтерсем ұлым, қорқып кеттім, амандығын сұрап жатырмын. Денім сау апа, мен сізді қажыға апарайын деп едім, құжатыңызды реттеп дайындап қойыңыз дейді. Таңертең Мансұр Тайжының Өзтүрік деген баласын ертіп барып құжатымды алдым. Ел Мұстафа анасын қажыға апарады екен деп қуанып жатыр. Сөйтіп отырғанда баламның сүйегі келді. Қалай болды, не болып кетті, ес қалмады ғой. Қылығының бәрі есімнен кетпейді. Қолымыздан 14 жасында кетті. Әкесі бірде Иранға барайық, Ауғанстанға барайық деді. Қызымыз 1-ші сыныпта оқитын. Бірге жүр деп едік, Мұстафа ілеспеді. Біз Иранды, Ауғанстанды араладық. Бір ай дегенде үйге қайттық. Келсек, Мұстафа бір қағазды көрсетіп, Тайванға кетемін, оқимын деді. Алдыңда ағаң, артыңда інің жоқ, жалғызсың, қыз болса кішкентай, бармайсың деп жыладым. Мені ұлғып неге таптың апа, менде білім алайын, халыққа қызмет етейін дейді. Әкесі шыдай алмады, қолын жайып батасын берді. 9 баланы Анкарадан аттандырдық. Ұлым сол топтағы ең кішкентай еді. Бәрі кішкене Мұстафа дейтін. Тайванда 15 жыл оқып Германияға кетті. Сол жерде үйленді. Қанша сарыуайымға салынбайын десем де, ұлым ұдайы есімде жүреді. Ол келемін деп алдын ала хабарламайтын. Алматыдан келіп есік қаққанын біле қоятынмын. Ұшып түрегелемін. Апам қанша келекен, таразыға тартайыншы деп жас балаша көтеріп алатын. Сол қылығы ойымнан кетпейді.